Бұл фильмнің жарық көруіне рухани қолдау мен қаржылай демеу көрсеткен Венера Ғалымжанқызына шынайы ризашылығымды білдіремін. Бұл фильмдегі көріністердің басым бөлігі автордың ойынан шығарылған, ал экрандағы кейбір сәйкестіктер жай ғана кездейсоқтық. Құрметті халайық, ауылдастарым дейді, қош келдіңдер менен. Менің қуанышыма ортақтасып жатқандар бәріңе де біріншіден көп рахмат. Мына енді бүгін бір балам, екі бала болып жатыр менде. Мынау енді жас елудің екеуіне келгенде мен енді бірінші дейтін көріп жатқан қызығым. Бірақ манадан бері айтып жатырмыз, негізгі шаңырақ иесі Құмаш пен Әлия. Сондықтан осы үйдің, осы шаңырақтың иесі. Бұл енді негізі Құсалқан қарттың шаңырағы бар. Одан кейін енді ол кісілерден жаңа, ол әуелде жаңа Шадыман қарттікі болды. Одан ары қарай кете берсек Еснияз қарттікі, ары қарай кете береміз жеті шейін. Сондықтан қазіргі біздің жаңағы мынау құрметті Күмбір Құмаш дейміз. Өзіміздің айттым ғой, мана талай сіздердің тойларыңды атқарған, талай тойда манағыдай Ерболат құсап, жаңағы ән мен өрнектер шашбауын көтерген, бүгін енді көзі де осы тойда отыр. Мынау отырған Құместің құрбы құрдастары бізге менің көзіммен қарағанда сол баяғы 18-дегі от қоранған жігіттер мен қыздар сияқты. Біз әлі үлкейген боламыз, өзімізге солай көрінеміз. Мынау тақия киіп былай отырған мен сендерге жан сияқты, алғаннан күлтілі баяғы сол баяғы. Армияға барса да сол бойды өспейді, кешіріңіздер. Саған сондықтан енді, айтып көрсен айтудың көп мұғы жайықты. Мына енді міне, ағайын жинауым, қош жарағым, мейілді отырған, құдаларым бар, өзім ие. Мынау енді менің дастарханыма қош келдіңдер бәрі десек, бір балам, екі балам болады деймін. Марқұм дейсің, әйел, мамасы болып, ол не өкеткен дейсің, солай жаман болды. Соның мына енді, осы екі қыз, екі ұл тәрбиелеп отыр дейді, осылар ана, әрі баба болып дейді өздерінің, осы орындасында сиязын дейді. Тарих аялын дәурен қайран айналған айдын Қайғазақтан келедім, бір қазақтай сеңедім, өздеріңдей қандардың қарын жуан күйлердің, атанбай даусын ақытып, лауазым көкке шақырып, басын кессем деп едім, елдің бойы кетті оғай, ел қондырсам деп едім, жағалай жатқан сол елге мал торғызсам деп едім, еңсесі биік ағырда керексіз кірсем деп едім, керегесін қиратып, отын естем деп едім, тұғырлығын кескілеп, тоқым етсем деп едім, тілекті Құдай бермеді-ау, өздеріңдей қандарды осылай етсем деп едім, айдай-ау, 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 айдай-ау. Сатайдың барында екі тардан көредім, күрек дұшпанға қызыл сырды жебедім, жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім, кешетін шыдан дейді отмас, детекті кесіп жең болмас, байекі сұлтан сен болсам, сендейнер қостатын боласын, оңаша жерде жолықсам, қайраннан алған шабақтай қия бір соғып ас етсем, тамағымнан қырқағын кетер демес емедім, ау, айдай-ау, 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 айдай-ау.
өзім сені еркелетіп күмбір деймін қолдая. Енді мына Құмаш екеуміздің бірге өмір сүргенімізге балалық шақ естіліп 53 жыл болған екен. Құмаш екеуміздің, Құмар екеуміздің. Жаңа ойлап отырсам. Енді бір жағынан осы біздің отбасымыздың өзі екеуміздің. Бірнеше салада жақын екенбіз екеуміз. Нағашымын рас. Ол нағашылықтан бұрын бұның кәрі әжесі менің кіндігімді кескен екен. Одан кейін біздің мына құрметті апам менің бұның ағасына тұрмысқа шықты. Сонда не болады? Енді оның туған анасы менің апам. Сонда біз Құмаш екеуміз бірге өстік өмір бақи. Сонда енді бұдан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Құмаш, Құмар, сен бақыттысың. Жаңа Наурызбай досың, жолдасың өте жақсы айтты. Одан енді біз қосыларымыз жоқ. Сен мына балаларыңыздың, тума-туысқандарыңның, қарындастарыңның, інілеріңнің, мынау балықтардың ортасында бір шалып жүрген пайғамбардың жасына келген қартсың. Шал деп айтпай-ақ қояйын. Шал анау 70-ге барғанда айтамыз. Сәлем, менің асылдарым. Мен сендерді әрқашан жүрегімде сақтап келем. Уақыт өтсе де, ананың жүрек махаббаты еш қашан өшпейді. Алла берген 2 қызым, 2 ұлым, сендер менің көзімнің нұры, жүрегімнің қуанышысыңдар. Сендердің қуаныштарыңды алыстан сезем, табыстарыңа марқаямын. Әкелеріңнің де, менің де арман тілегім сендердің бірліктерің мен татулықтарың. Уақыт сырғып, біз өмірден өтсек те, ананың ақ батасы сендермен мәңгі бірге қалады. Жанаржан, алтын қызым, асылым. Сен біздің үйдің тірегі болдың. Мен өмірден өткен соң шаңырақтың жауапкершілігін иығыңа алып, әкеңе қиын кезде демеу болып, бауырларыңа қамқор болып жүрдің. Әкеңнің жанын жалғыз қалдырмай, оның да тірегі болғаның үшін саған алғысым шексіз, қызым. Сенің сабырлылығың, ақылдылығың бүкіл отбасыңа жарық сәуле болды. Тұрмысқа шықпаған болсаң да, сенің жүрегіңдегі махаббат пен мейірім әкеңе де, бауырларыңа да жетіп тұр. Сен осы шаңырақтың шамысың. Отыны мәңгілік жанған шырағысың. Сен барда үй іші жылынғандай, сен барда бауырларың өздерін сенімді сезінді. Қызым, алтыным, сенің мінезіңнің бекзаттығы, жүрегіңнің кеңдігі өзгелерге үлгі. Қиындықта мойымай бәрін сабырмен көтергенің нағыз қайсарлықтың белгісі. Әрқашан анаңның тілеуін тілеп жүргендейсің. Мен сені мақтан тұтам, қызым. Өміріңнің ең жақсы сәттері алда, әлі талай қуанышты күндерді көресің. Бір күні сен де өз бақытыңды табасың, өз шаңырағыңды көтересің. Бірақ ең бастысы, сен әрқашан әкең мен бауырларың үшін жасаған еңбегің мен, адалдығың мен, мейірімің мен есте қаласың. Алла сенің жолыңды жарқын қылсын, қызым. Жүрегіңді қуанышқа толтырсын. Сабырың мен ақылың сені әлі талай биіктерге жетелейді. Сенің есімің әрқашан құрметпен, ризашылықпен аталады. Жан қызым. Анарым, қызым. Өзімнен аумай қалған түріңнен әрқашан өзімді көргендей болам.
Сенің жүрегің арманға, үмітке толы еді. Сол арман жолымен жүріп, үлкен оқу орнын бітіріп, білімді, іскер жан болып қалыптастың. Бұл сенің төккен теріңнің, адалдығыңның, еңбегіңнің жемісі. Қазір өз отбасың, өз шаңырағың бар. Бұл ата-ана үшін ең үлкен қуаныш, ең үлкен мақтаныш. Қызым, сенің қайсарлығың мен еңбекқорлығың өміріңді нұрландыратын қасиет. Қиындыққа мойымай, алға ұмтылуың, отбасыңды қорғаштап бала-шағаңа тәрбие беруің сені нағыз ананың жолына түсірді. Балаларыңа сендей қайсарлық пен адалдық дарысын. Үйіңнің іргесі берік болсын, төріңе шаттық пен береке қонсын. Жарыңмен тату тәтті ғұмыр кешіп бала-шағаңның қызығын көр. Әрбір күнің қуанышқа толы, әр қадамың берекелі болсын. Анарым, сенің жетістігің менің жүрегімнің қуанышы. Сенің күлкің әкеңнің де, менің де арманымызды жалғап тұрған шырақ. Әрдайым биіктен көрін, елге сыйлы, балаларыңа, қызыңа қадірлі ана бол. Өміріңнің бақыты баянды, шаңырағыңның шамы мәңгілік жансын, қызым. Арнұрым, ұлым, көзімнің қарашығы. Сен менің жүрегімнің баласы болдың. Әрдайым анаңды ойлап, қасымда болып, қамқорлық таныттың. Қазір өз отбасыңды құрып, бала-шағаңды тәрбиелеп отырғаның анаңның ең үлкен қуанышы. Сенің жан ұяңның шаттығы, күлкісі маған мәңгілік жұбаныш. Балам, сенің адал еңбегің мен табандылығыңның арқасында кәсіпкерлік жолда табысқа жетіп жүргеніңді білем. Түскен несібең адал, алған наның таза болсын. Сенің бойыңдағы жауапкершілік, қайрат, табандылық әкеңнен қалған қасиет. Мен кеткен соң шаңырақтың үлкені ретінде сен көп жүк көтердің. Соған төтеп беріп, намысыңды жықпадың. Бұл сенің мықтылығыңның, азаматтығыңның белгісі. Арнұрым, сен менің мақтанышымсың. Балаларыңа қамқор әке, жұбайыңа сенімді жар болып жүрсің. Сенің өнеген ұрпағыңа үлгі, отбасыңа тірек. Жаратқан Алла шаңырағыңды биік қылсын. Бала-шағаңның қызығын көруді нәсіп етсін. Жолыңа нұр жаусын. Кәсібің өрге жүзсін. Дәулетің тасысын. Балам, сенің есімің әр қашан ана жүрегінде мақтанышпен аталады. Қайда жүрсең де, артыңнан ерген бала-шағаңа адалдықтың, қайсарлықтың, еңбекқорлықтың ізін қалдыр. Сенің өмірің берекелі, тағдырың шуақты болсын. Қуанышым, кенжетайым, құлыным, сенің бойыңдағы өнер әкеңнен дарыған асыл қасиет. Сен бала кезіңнен өзгеше едің. Жан дүниеңнің ерекшелігі бәрінен айқын көрініп тұратын сол қасиетіңмен елден дараланып, өнер жолына түстің. Бұл Алланың берген сыйы. Қазір сенің өз отбасың бар, бала-шағаң өсіп келеді. Әкеңнен қалған асыл қасиеттерді жалғап өз ұрпағыңа өнеге болып жүргеніңді мақтан етем. Өнер ұжымында еңбек етіп өз кәсібіңді жүргізіп, адал еңбегіңмен несібеңді тауып жүргенің
мен үшін үлкен қуаныш. Ұлым, сенің бойыңдағы талант пен шығармашылық аманат. Өнерің арқылы көпшіліктің жүрегін тербетіп, елге қуаныш сыйлап жүрсің. Бұл сенің ерекше миссияң. Әрқашан сол жолыңнан тайма, бірақ отбасыңды да ұмытпа. Өнерің қанша өрге жүзсе де, үйіңнің оты сөнбесін, бала шағаңның күлкісі ортаймасын. Сенің жүрегің кең, жаның мейірімді, сен өзгеше жаратылған баламсың. Өзіңнің сол ерекшелігіңмен әрдайым биіктен көрінесің. Әкеңнің өнерлік қаны сенде жалғасып жатыр. Сенің әр еңбегің саған абырой, бала шағаңа мақтаныш, ұрпағыңа аманат болсын. Алла тағала өнеріңді өрге сүйреп, несібеңді молайтсын. Қызың мен ұлдарың сенің адалдығың мен өнеріңді көріп өссін. Шаңырағың шаттыққа толсын. Отбасыңның берекесі арылмасын. Әкелерің 10 жыл бұрын өмірден өтті, бірақ оның рухы әлі де сендердің араларыңда. Ол сендердің әр қадамыңды көріп, әр жетістігіңе қуанып, жүректеріңдегі бірлікті аңсап отыр. Әке отбасының тірегі. Сол тіректің ізі сендердің бойларыңда жалғасып келеді. Балаларым, мен өмірден өткеннен кейін әкелерің сендерге адалдық пен қайсарлықтың үлгісі болды. 20 жыл менсіз араларыңда жалғыз жүруі сендерге өмір бойы ұмытылмас ғибрат, ұмытылмас тәрбие. Соны ешқашан естеріңнен шығармаңдар. Оның әр күнгі маңдай термен тапқан несібесін, балалары үшін жасаған жан кешті еңбегін ұмытпаңдар. Әкеңнің қарапайымдылығы мен ақ көңілділігін жүректеріңде мәңгі сақтап, өмірлеріңде соны жалғастырыңдар. Ол сендердің татулықпен, ынтымақпен отырғандарыңды көргісі келер еді. Әрқайсыңның отбасы құрып, бала шаға өсіріп отырғандарың әкеңнің де, анаңның да арманын жалғаған өмір. Сендер оның атына кір келтірмей, жақсы іс пен адалдық арқылы ұрпағын жалғастырып келесіңдер. Әкелерің сендер үшін әрдайым мақтанар еді. Оның рухы сендерді қолдап, қорғап жүрсін. Әке аманаты бірлік пен сыйластық. Сол аманаттан айнымай, әрқашан бір-бірлеріңе сүйеу болыңдар, құлындарым. Көп болды әке, басыңа бармағалы. Бармағалы, сілкінтіп сар даланы. Көлеңкелі көңілсіз қу тірлікке көбеңсіп жүр, көндікпей қарған әлі. Жүрек жасы жанарды жуады шын. Тежеуге де келмей жүр, сірә күшім. Бәр әкеңнен аумайсың деп айтады. Айта берсін. Сол менің қуанышым.
Ал енді бәрін келдіңдер ме, отырдыңдар ма? Құран бағыштап жіберсін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله осы жайылған дастархан басында отырып әке шешемнен тараған ұрпақтың төрт көзі түгел отырғанына шүкіршілік етемін. Я Алла, марқұм әкем мен анамның жатқан жерлері жарық, топырақтары торқа, имандары жолдас болсын. Осы әкем мен анамның артында қалған ұрпақтары қалған ғұмырларында ауызбіршіліктері ажырамай ғұмыр кешулеріне Алла нәсіп ете көр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. О Алла, осы сөздерді сенің атыңмен бастаймын. Бұл күнге, мына жайылып тұрған дастарханға, жақындарым мен бауырларымның амандығына сансыз шүкір айтамын. Я Раббым, осы сәтті, осы дұғаны пайдалана отыра, сенен марқұм атам мен әжемнің жандары тыныш болғанын сұраймын. Жатқан жерлері жарық, топырақтары торқа болғай. Атам мен әжеме о дүниеде де жандарына тыныштық нәсіп ете көр. Олардың қалған ғұмырын бала шағасына бере көр. Менің жақындарымның барлық игі істерін басшылыққа алып, білмей жасаған күнәларын кешіруіңді өтінемін. Аумин. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلهي آمين. Я Раббым, я Аллах Тағала, осы қасиетті Құран, қасиетті аяттарына болған сауапты әулі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, оның отбасы мүшелеріне, сахабаларға, табилегендерге, табилегендерге, барша дүниеден өткен мұсылмандарға, және де өзімнің әкем Құсман Лұқмарға, анам Ғалымжанқызы Әлияның рухына бағыштадық. Я Аллахым, әкем мен анамды махшарда жүздерін жарық қылып, амал кітаптарын оң жағынан алдынан берулерін нәсіп ет, я Раббым. Я Аллах Тағала, марқұм әкем мен анамды бұл не біліп те білмей істеген күнәларын кешіре көр. Сынан найзағайдың жылдамдығындай жылдамдықпен өткізе көр. Я Аллах Тағала, жер мен аспанның, ұлы ғаршының, біздің және барлық нәрсенің Раббысы, дәнді бөлуші, Тәурат, Інжіл және Құранды түсіруші. Мен өзінен барлық жамандық иесінің зиянынан пана тілеймін. Сен барлық жаратылыстың жамандығынан сақтаушысың. Сен әуелгісің. Сенен әуелгі еш нәрсе жоқ. Сен ақырғысың. Сенен ақырғы еш нәрсе жоқ. Сен жоғары мәртебелісің. Сенен жоғары еш нәрсе жоқ. Сен барлық нәрсені көрушісің. Сенен басқа барлық нәрсені көруші жоқ. Я Аллах Тағалам, сен пәксің, мақтаулысың. Сенің есімің берекелі, сенің даңқың жоғары, сенен өзге тәңір жоқ. Я Аллах Тағалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіңнен тілегендей, Раббымыз бізді күнәға келгенде сақтайтын, өзіңе деген қорқыныштан үлес берші. Я Аллах Тағалам, бізді жәннатыңа қарай жеткізетін, бойсынудан қажетті үлес берші. Я Аллах Тағалам, осы дүниедегі болып жатқан ауыртпашылықтар, қиыншылықтарды оңай көтеріп кететіндей шексіз иман берші. Я Аллах Тағалам, өзің бізге берген бойымыздағы қуат,
есту, көру сезімдеріміздің барлығын өзіңнің разылығыңа, жақсы жолдарда, жақсы амалдарда жұмсауымызды, я Раббым, соны нәсіп етші бізге. Бізден кейінгі ұрпаққа да соны нәсіп етші. Я Аллах Тағалам, сондай-ақ ауыртпашылықтарды дінімізде қатысты қыла көрме. Я Аллах Тағалам, сондай-ақ бізге рақымды болатындарды сұлтан қыл.
да болсаң тастадың-ау етігіңді аяң ай бақшаң кел-ау көрейін өз сарымнан шіркін-ай